Бізге 3-ші сынып жетекші келсе. Өздеріңіз слайдта көріп отырғандай, бізде мектептегі сынып парталары, әр оқушы өзінің мінезіне сай сыныптағы орнын таңдайды екен. Сіздер өздеріңізді сыныптағы оқушыларыңыздың орнына қойып, алдыңғы парта, немесе шеткі парта, немесе соңғы парта деп таңдасаңыздар. Сіз оқушысыз. Бұл жерде мінезі қиын оқушы. Мінезі қиын оқушылар. Мінезі қиын себебі оқушы барлығы бірдей емес қой, қай жерге байланысты олар орнында әртүрлі таңдайды. Алдына отырғанымыз ғой, мінезі қиын екінші қатардағы бұл жерде біз бір 3 орынды алдық та, себебі 3 орын ғана. Алдыңғы қатар, шеткі қатар және соңғы парта деп. Алдыңғы. Одан кейін таңдасаңыздар сіздер. екінші Ортаңғы шеткі, сіз соңғы орынсыз. Себебі бұл жерде бізде қазір мен 3 орын беріп тұрмын ғой, алдыңғы, шеткі және соңғы парта. Соңғы. Енді бұл жерде сіз өзіңіздің оқушының орнына қойып, партаны таңдадыңыздар, иә? Мысалы, алдыңғы қатарлыдан бастасақ, ренжімесеңіз. Сіз не үшін алдыңғы қатарды таңдадыңыз? Алдыңғы қатарда отырсам, өйткені сабақты жақсы түсінесің деп ойладым. Сол сабақты жақсы түсінесің. Одан кейін егер көз нашар көретін болса, балалар алдыңғы қатарда отырады. Сол үшін. Дұрыс айтасыздар. Алдыңғы қатарда негізінде сынып белсенділері, жақсы оқитындар, үздіктер таласатын барлығымыз білеміз, иә? Сонымен қатар сынып жетекші оқушының жаңағы денсаулығына байланысты, көзінің көруіне, немесе құлағының естімеуіне қарай біз оны алдына отырғызамыз. Сосын қосып кетейін, бірінші сыныпқа келгенде көп ата-аналар айтады, мен балам бірінші партаға отырғызыңызшы деп. Ата-аналардың ұсынысы бойынша да солай отырады. Ал келесі, ұстазымыз шеткі орнын таңдады. Не үшін таңдадыңыз? Мен ортаңғы орын таңдаған себебім, мен сыныптастарымның алдына да шығып кеткенім келмейді, лидер болып, артында да соңғы болып, нашар оқушы болып отырғым келмейді. Мен жалпы ортаны өзім ұнатамын. Жалпы көпшіліктің ортасында жүргенде қалай? Сондықтан ортаны таңдадым. Бізде көбінесе ортаңғы қатарды көңіл күйі көтеріңкі, достарымен көп қарым-қатынас жасайтын оқушыларымыз таңдайды екен. Себебі олар сабақты да оқып, өзінің де қызығушылықтарын атқарғысы келеді екен. Сіз соңғы партаны не үшін таңдадыңыз? Өзіңіздің бір оқушыңыздың орнына қойып. Мен соңғы партаны таңдаған себебі соңғы партада отырса, оқушы сабақ айту жауапкершілігінен құтылады. Сосын артында отырып, қалаған ойынын білген істеуге болады, мысалы. Мінезі қиын оқушы деп айтуға да болады, оқымайтын оқушылар ең соңына отырады. Сынып жетекші ретінде мен айтар болсам, нашар оқитын, үлгерімі төмен оқушыларды мен керісінше алдына отырғызам. Өйткені мен о баламен тығыз байланыста болуым керек та. Ал оқитын, өздігімен, өз білімен оқитын оқуш, онсыз да артта отырса да, басқа сыныпта отырса да, ол қабылданады. Барлығымыздың ойымыз дұрыс. Соңғы парта бұл ең жалғау оқушылардың сүйікті орны. Соңғы партада отыруды ұнататын оқушылар сыныптастарының артында ұстаздан тығылып отырамын деп ойлайды. Ал бірақ өкінішке орай, керісінше ұстаздар соңғы партада отырған оқушыларға көп назар аударады екен. Пән мұғалімдері болады ғой. Солар
соңғы партада отырған оқушыларға көп назар аударады екен. Сіздерге көптен көп рахмет.